Мына Түркістан қаласының Сәкен Сайфуллин мектебінің батыс бетіндегі спорт алаңы деп салған мына спорт алаңының ішini көріңіздер, қандай ахуалда жатыр. Мына потолоктарының бәрін түсіріп тастаған, ішінің бәрін дәрет сындырып тастаған. Бұл бюджеттің ақшалары қайға кетіп жатыр? Бұны неге Түркістан қалалық әкімі неге назарына алып қарамайды? Осында жерлерді қорлап, небір адамдар үйге зар болып, малосемейный общежитиеге сыймай, адамдар қорланып отқан бір адам үйдің очередіне тұрып ала алмай, неге вақытынша соларға берілмейді бұл үй? Мен Түркістан қаласының тұрғыны Аллашев Рахиматулламын. Мінекей, көріп отқандарыңыздай қанша бөлмесі бар. Бөрге деген әжетханаларына дейін жуынып шайынатын душтардың орнына дейін істеп кеткен, дегенмен бәрі ласталып жатыр. Мына құдықшаның аузы ашылып, іші мұсырға толған.